Сәлеметсіздер ме менің кішкентай ғана сүйікті де сүйкімді көрермендерім. Бүгінгі менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жаңа әріпті үйренеміз. Бұл әріп балалар ғ әріпі деп аталады. Ғ ғалам, ғ ғаламшар, ғ ғарышкер деген сөздерде келетін ғ әріпі. Олай болса балалар, ғ әріпін түймелерден жасап көрсетіңіздер. Ғаламтор, ғарышкер, ғарыш. Мінекей балалар, бұл жерде біздің атақты ғарышкерлеріміздің суреті тұр екен, иә? Ғарышкер сөзінде балалар 3 дауысты дыбыс бар. Кәнеки айтыңыздаршы, дауысты дыбыстарды біз қандай белгімен белгілейміз? Иә, дұрыс айтасыздар. Дауысты дыбыстарды біз қызыл түспен белгілейміз, иә? Соған қарай біз оның дауысты немесе дауыссыз екенін ажырата алады екенбіз. Бұл жерде балалар бізде 3 дауысты дыбыс болғандықтан ғарышкер деп біз 3 буынға бөледі екенбіз. Олай болса, келесі тапсырма бізде берілген сөздерді буындарға бөліп оқимыз, иә? Аға, таға, қарға, сырға, тоғай, торғай, ғарыш. Мінекей балалар, бұл сөздердің барлығында 2 дауысты дыбыс болғандықтан біз оларды 2 буынға бөлеміз. Ал ғарышкер сөзінде 3 дауысты дыбыс бар, біз оны 3 буынға бөліп оқиды екенбіз. Олай болса балалар, ғарышкерлер деген бізге мәтін берген екен. Сол мәтінді мен сіздерге оқып берейін. Сіздер тыңдап отырыңыздар, иә? Содан кейін іштеріңізден бірнеше рет қайталап оқисыздар. Ғарышкерлер: Тоқтар, Талғат, Айдын ағалар ғарышкерлер. Олар ғарышты зерттеді. Ғалымбек ғарышкерлер туралы біледі. Ол ғарышкер болуды армандайды. Мінекей балалар, біздің Тоқтар, Талғат, Айдын ағаларымыз сияқты сіздер де әйгілі ғарышкерлер бола аласыздар. Ол үшін сіздер сабақты жақсы оқуларыңыз керек. Келесі тапсырма ұшты-ұшты ойыны. Ұшты-ұшты қарға ұшты, ұшты-ұшты таға ұшты. Ұшты-ұшты не ұшты? Дұрыс айтасыздар, торғай ұшты. Ұшты-ұшты тоғай ұшты. Балалар, торғай. Бұл торғай сөзін біз 2 буынға бөледі екенбіз, иә? Бұл жерде о және де а деген 2 дауысты дыбыс бар екен. Торғай сөзінде балалар ғ әріпі сөздің ортасында келіп тұр, иә? Олай болса балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпағайсыздар.